Бәріне сәлем, сіздермен бірге Айғаным. Менің аныма қош келдіңіздер. Бүгін тағы да реакшн. Чонгуктың Фахат Аль-Кубайси деген кісімен бірге әні шыққан болатын. Dreamers оны олар әлем чемпионатында перформанс болған. Dreamers әніне. Сол енді клип шығыпты, соған реакшн. Сосын мен бүгінгі лук образыдай не болып тұрандай. Студент, немесе мектеп оқушысы сияқты. Anyways, I like this look. Білмеймін, маған ұнап тұр башка. Андай официальный стиль дейма, не дейді, короче. Ал Чонгук of BTS feat. Фахат Аль-Кубайси Dreamers. 22 November шығыпты. 2022 жылы. Let's get started. Oh my god! Қалай әдемі? Вау! Жүрген жер әдемі екен. Вау! So beautiful! Oh. Вау! Вау! Қандай күшті, колорит прям. So beautiful colors. Вау! Вау! Қалай әдемі. Вау! So beautiful. Oh my gosh. Вау! Жемчуг. Кит. Чонгуки. So cool. Okay. Күшті сөздері. Ту, әр елдің туы. Вау. Қалай? Кит. Блин. Күшті. Қандай күшті сцена. Вау. So beautiful. Ооо. Өте әдемі. Шын. Күшті. Осындай тату-тәттілік адамдарды көрсетіп отқан. Күшті екен. Қалай әдемі, теңіз түсі бәрі. Өте әдемі дауыс нәкістекі. Мелодия. Сөздері әдемі екен. Вау. Киттар күшті. Қалай күшті. Артындағы адамдар әр елдің адамдары екен көрініпті. Өздерінің ауызбіршілігін көрсетіп тұр ғой. Респект, реально респект. Күшті. Қалай әдемі, плейс, билдингтары. Ғимараттары. Өте әдемі. Чонгуктың жүрген жері өте әдемі екен.
мен шыны керек ана кісінің енді тілдерін білмеймін ғой, түсінбеймін ғой, бірақ өте әдемі тіл екен, өте андай вдохновляющий клип. Орысша айтқанда Чонгук енді ағылшын тілінде айтты, түсініп тұрмын не айтып отқан. Ана кісінің не айтып отқанын қатты түсінбедім, бірақ өте әдемі мелодия, өте әдемі тіл. Сонымен қатар қалай айтсам екен, өте андай реально андай бар ғой, дух захватывает, прям андай көріп отқан кезде вау деп қаласың. Ана екі бала келді да, үлкен теңіздің бүйтіп келіп тұр ғой, сол сценасы күшті, кит бүйтіп келеді да, прям капец. Ну енді қалай айтсам екен, бұнда еще Восток бар, типа восточная культура бар, мәдениеті бар, сол елдің өте әдемі көрсеткен. Сол Чонгук жүрді ғой бастапқы кезде, кірді ғой ана нелерге, ғимараттардың ішіне, ғимараттардың іші өте әдемі ше. Білмеймін, еще Чонгуктың артында әр елдің адамдары екен көрініп тұр, расасы басқа адамдар екен, бірақ сол барлығы бір ауыздан өздерінің ауызбіршілігін көрсетіп тұр да, билеп өздерін тату-тәтті екенін көрсетіп тұр да, өте андай қалай айтсам екен, өте андай бар ғой, өте андай мықты кадрда адамдар өздерінің тату екенін көрсетіп тұр, өздерінің бөлек ұлт болса да, қандай болса да мақсаттары бір секілді көрінді да, типа we are dreamers деп тұр ғой. Блин, өте андай күшті клип, маған ұнады. Не айтам тағы, Чонгуктың сөздері андай respect дейді ғой, прям күшті, прям в тему күшті кетіп жатыр, клипқа прям жарасып кетті. Сосын ана кісі өлең айтады ғой, есімін айтайын, Фахат Аль-Кубайси деген кісі өлең айтады ғой. Енді ол кісі өзінің ұлтының атынан шығып тұрған екен көрініп тұр да, сол жерде сол елде тұратын адамдардың культурасын көрсетіп тұрған секілді көрінді. Ана моряктардың өмір салтын көрсеткенде көрінді да, өздерінің салт дәстүрлері бар ана жерде. По-любому мен білмесем де, қатты зерттемесем де, клиптан білмейтін адамға, мен білмейтін адам ретінде уже байқап тұрмын да, ана жерде сол елдің мәдениеті бар екен. Сол елдің мәдениетін осы клип арқылы не айтып тұрған түсінбесем де, музыкасы ұнап тұрса да, бірақ ана әрекет, іс-әрекеттеріне түсініп тұрмын да, сол ел жайлы екен. Моряктар жайында ма, Dreamers'тар туралы ғой енді тоже. Солай, маған қысқасы маған ұнады, өте әдемі бейне баян. Ән өте әдемі, сөздері күшті. Чонгуктың айтатын сөздері, ағылшынша айтатын сөздері түсінгеннен кейін маған ол сөздер ұнады. Перформансты теледидардан көрген кезде де сөздеріне назар аударып тыңдағам. Ой, мына сөздер күшті екен деп есте қалдырғам. Клипта да тағы да естіп күшті дедім. Сол енді келесі видео, влог, реакцияда кездескенше.